Так, қайырлы күн баршаңызға. Менің каналымда көргеніме сіздерді қуаныштымын. Менің есімім Мақбота Абиевна. Қазір осылай үйде отырып, футболкамен, шортымен жүріп, ай сайын 1,5 миллион теңге тауып отырған сетевой кәсіпкермін. Енді сетевой бизнесті уже барлықтарыңыз білесіздер. На самом деле бұл жерде негізі маған мынандай сұрақ келіп жатыр да. Бүгін 24-ті, бүгін пятница, қараша, 23-ші жыл. Мен өзімнің үйімде осылай өзіме ұнайтын позада отырып жұмыс жасап отырмын да, былайынша айтқанда. Қазір мынандай сұраққа жауап беріп жатырмын. Осы сұрақ өте актуальный, и осы видеода мен барлықтарыңызға осы сұраққа жауап бергім келеді. Маған бір кісі айтып жатыр да, неге сетевой? Неге именно сетевой деп қақсайсыңдар? Неге сетевойда армандар тез орындалады? Неге осы сендер бәленбай жыл жүріп сетевойға келесіңдер да, 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда армандаған машиналарыңды, армандаған үйлеріңді аласыңдар дейді. Мен мысалға реально қазір бизнес класста тұрам. Сетевой бизнеспен айналысқаныма 3 жыл болды. Астана қаласында бизнес класста тұрам. Астана қаласында менің балаларым жақсы ақылы мектептерде оқып жатыр, және де жақсы білім алып жатыр. Және де мен осы сетевой бизнесқа келіп өмірімде алмаған салоннан джип алдым, өмірімде жасатпаған загранпаспортымды жасатып, қазір жылына 2 рет саяхаттап жүрмін, және де компаниядан әр жарты жыл сайын мінекей мынандай мөлшерде, мынандай миллиондап, мінекей мынау кеше ғана 19-шы қарашада признание алдым. Мынандай 15 граммдық алтын жұлдыз алдым, және де 5 миллион теңге компаниядан премия алдым. Міне осының бәрін мен үйде осылай футболкамен отырып, кәдімгідей өзім үйімде істеп отырмын, осы бизнестің бәрін. Енді қараңыздар, сетевой бизнеста неге армандар тез орындалады? Мен осы сұраққа жауап бергім келіп отыр. Өйткені сетевой бизнеста действительно армандар тез орындалатын. Бұл жерде кәдімгідей механизм бар, кәдімгідей система бар. Қазір егер де байқап отырсаңыздар, көп ақша табатын адамдардың барлығы оқытқыш болып кеткен, сол оқытқыштардың сондай енді жақсы ғой, ол жақсы. Бұрында мысалға да бізге қалай байытынымызды, қалай ақша табатынымызды, әкесіз, көкесіз, жаңағыдай сондай бір влиятельный адамның көмегінсіз қалай простой адам миллиондап ақша табуға болатынын біз білген жоқпыз. Біздің заманымызда, мысалы мен жасым 43-те қазір, мен 25 жасымда, 35 жасымда осы нәрселерді білген жоқпын. Бұл нәрсенің кәдімгідей интернет аясына шығып, адамдардың осындай өзінің білімімен бөлісіп, даже тегін білім алу арқылы адамдар қазір байып жатқан адамдар бар мысалға, Міне, осы байып жатқан адамдар миллиондап ақша тауып жатқан, бірнеше компаниялары бар, бірнеше өзінің бизнестары бар адамдардың айтуы бойынша, мысалға, олар айтады да, кило системасы, смарт системасы арқылы өзіңе программа жаса. Өзіңе қанша ақша керек, сол ақша не үшін керек мысалға да, сол міне просто мен сіздерге жазбаша түрде дайындап, мысалға да, міне, сетевойда неге армандар тез орындалады? Потому что бұл жерде осы жаңағы, біз айтып жатқан жаңағы кило системасы, сосын жаңағы біз айтып жатырған старт смарт системасы, біз айтып жатырған жаңағыдай запрограммирование, жаңағы көп қой енді, әркім әртүрлі айтады ол нәрсені, На самом деле бұл сенің мақсаты бар адам әрекет жасайтын болса жетістікке жетеді. А мақсатсыз адам просто, шүкір, осы күнме шүкір, ояндым, демалдым, тамағым бар, жаңағы сондай болса, онда все хорошо. Ол жаңағыдай, сол енді по течению жүретін адамдар да, мысалға да, это тоже нормально. Ол да мен айтып жатқан жоқпын, это не нормально деп та, это тоже нормально. Бірақ мынандай адамдар бар да, мен қайтсем де байығым келеді, мен қайтсем де, неге мен мынандай біреулер Феррари мініп жүреді, біреулер джип мініп жүреді, біреулер бизнес класста тұрады, а неге мен 3 бөлмелі үйді 5 семья болып снимать етем, неге мен мысалға да өзім бизнес класста тұрмайым деген сияқты, чем я хуже, мен де жасағым келеді деген сияқты, адамның жасаған адам жасайды ғой деген адамға ой келіп, адам сондай талпынып, жаңалықтар іздеп, бүйтіп мысалға да, сондай адамдар болады. Мысалға, сондай адамдар действительно өзіне мақсат қояды дағы, сол мақсатқа жоспар құрып, сол жоспар бойынша жұмыс жасайды. Енді сетевой бизнеста почему тез сол нәрсе орындалады? Өйткені сіз үшін бұл жерде маманды маркетологтардың жасап қойған маркетинг планы бар. Сол маркетинг планға қарайсызда сізге қанша ақша керек, сенің мысалға мақсаттың орындалу үшін саған қанша ақша керек. Сол ақша мынау маркетинг бойынша қай жерде бар? Және де бұл маркетинг бойынша қанша товар объем жасасам, компания маған қанша ақша төлейді деген сұрақтарға сен мана басыңды қатырмайсың да, мысалға да, просто маркетингті қарайсың да, танысасың да, маған 500 мың теңге керек қой, 500 мың теңгені мен 5 миллион теңге товар оборот жасасам, компания маған төлейді ғой деген, сондай сіз уже көп нәрсені
көп нәрсеге уақыт жоғалтпайсыз. Қалай пландаймын, қалай бизнес жасаймын деп басыңыз қатырмайсыз да. Міне, мысалы, мен жұмыс жасайтын Сайберин Wellness, бұрынғы Сибирское здоровье компаниясы, мінекей, осындай міне кереметтей маркетингі бар. Бұл маркетингтің ішінде, мысалға, кәдімгідей тайға таңба басқандай қып, мінекей жазылып тұр, міне қара, 260 мың теңге товар оборот жасасаң, 45 мың теңге ақша төлеймін деп тұр компания, маркетинг бойынша, мінекей, 600 мың теңге товар айналым жасайтын болсаң, 90 мың теңге саған айлық төлеймін деп тұр компания. Мінекей қараңыздар да, міне мысалы да 1.200.000, 1.300.000 мың теңге товар айналым жасайтын болсаң, мен саған 150 мың, 250 мың теңге төлеймін деп тұр, мысалға да, міне 2,5 миллион теңге, 3 миллион теңге товар оборот жасайтын болсаң, мен саған мінекей 300 мың теңге төлеймін деп тұр, міне 5 миллион теңге товар оборот жасасаң, мен саған мінекей 500 мың теңге төлеймін деп тұр компания, мінекей еще әрбір рангта берілетін бұл жерде премиялар бар еще. Сен өліп талып осы жұмысты жасағаның үшін, жаным жасадың ғой, 2 миллион теңге сен товар айналым жасадың, сен жылына 2 рет уже демалуға құқың бар. Бізге осындай товар айналым жасаватсың деп компания саяхатқа жібереді, Міне 5 миллион теңге товар оборот жасадың ба, мысалға, жаным 5 миллион теңге товар оборот жасадың, молодец, сен енді любой автосалонға барып, өзің армандаған көлігіңді ал, автопрограммаға қатыс, сен осылай жақсы прирост жасаған үшін компания саған жаңағыдай автомобиль алуыңа, сондай өзіңнің армандап жүрген көлігіңе мінуіңе мынандай мүмкіншілік береді деп, мысалға осы бизнес профессионалда автомобиль береді. Мен міне мына программалар бойынша саяхаттаймын қазір, шетелге барам жылына 2 рет, мықты 5 жұлдызды, все включено, отельдерде демаламыз, мына жерде мысалға мен өзім жаңағы автопрограмма бойынша автопрограмма қатысып автомобилім бар салоннан алған мысалға, мына жерде мысалға, сізге үлкен алтын жұлдыздар беріледі уже, міне мына жұлдыздар, мен компаниядан алған уже 40 грамм алтын жұлдызым бар, 585 Атол фирмасынан кәдімгідей таза алтын жұлдыздар тағады омырауыңа. Мінекей, молодец, саған алтын, мінекей саған миллион теңге премия деп, мына жерде мысалға маған 1 миллион теңге премия берді. Мен кеше мінекей мына жерде 5 миллион теңге премиямды алып келдім мысалға, үй программасына қатысуға болады, автопрограмма қатысуға болады, саяхат программасына қатысуға болады. Сен мына жерде мысалға да сен үшін маркетинг жасап қойған. Сен үшін мысалға маркетинг жасап қойған. Сен басыңды қатырмайсың. Так, мен қалай, қанша товар оборот жасауым керек, қай жерден қандай товар әкелуім керек, оны қай жерге өткізуім керек деген сияқты сенде уже андай не болмайды да, кәдімгідей да, уже санап қойған. Сен үшін маркетологтар уже маркетинг құрып уже жасап қойғанда, саған просто еще и дайын система беріледі. Міне, біздің Сайберин Wellness Сибирское здоровье компаниясында 400-ден аса наименование зат бар. Және де осы жаңағыдай емдік қасиеті бар шөптер ғой енді, шөптерден жасалған өнімдер ғой. Мінекей, осы емдік қасиеті бар шөптерден жасалған өнімдердің бір-бірімен жаңа үйлескендегі, бір-бірімен жаңағыдай емдік қасиеттеріне байланысты жаңағыдай әртүрлі программалар бар жасалынған, кәдімгідей мамандармен, травниктермен, эндокринолог, гинеколог, кәдімгідей нутрициолог мамандармен жасалған сондай программалар бар. Сол программалармен 1000-ға жуық программа бар. Сол программалармен біз жұмыс жасаймыз. Ол программаны қалай презентовать ету керек? Ол программаны қалай жаңағыдай адамдарға айтып түсіндіру керек, және де заказды қалай үйде осылай футболкамен, шортымен отырып, басқа қалаға, басқа елге тіпті заказды қалай жіберу керек приложение арқылы, барлығы бізде ол командада үйретіледі. Онлайн, жұмыстың бәрі онлайн, Просто сіз, мысалға да, компаниямен серіктес болу үшін, осындай масштабный бизнесті ашу үшін, бастау үшін, сіз просто өзіңіз тұтынушы боласыз. Итаки алып жүрген, басқа магазиннен ай сайын алып жүрген зубный пастаң бар, духиң бар, кремің бар, витаминың бар, мысалға да шайларың бар, солардың бәрін өз жерден аласындағы бизнес бастап кетесің. Бизнес бастау үшін үлкен вложение керек емес. Мысалға сен 1,5 миллион табыс табам мен қазір, осы 1,5 миллион табыс табу үшін мен 25-30 мың теңгемен спокойно бизнес бастадым мысалға да. Тура солай мысалға сізде, Просто бұл жерде реально сіз өзіңізге жаңағы мысалы сұрақ қойыңыз да, не қалаймын? Мен не қалаймын мысалға да? Одан кейін менің қалауыма, осы мен қалап отырған нәрсеме қолым жетсе, мен қандай боламын мысалға да? Одан кейін менің қалауыма қанша ақша керек мысалы да? Біз қатты армандаймыз, мен кезінде армандағым. Осы бизнеске келген кезде, даже білесіздер ма, тісімді емдетуге 400 мың теңге ақша керек болған. Тісімді емдететін ақша болған жоқ мысалға, Мен осы бизнесқа келген кезде менде нервный ущемление болды, аллергиямен ауырдым, менді жаңағыдай гормондарым ойнап кетті деген сияқты,
женский заболеванияларым болды, иә. Сол ем жасайтын менде артық ақша болған жоқ. Ашин андай тегін емдерді алып жүрдім, поддерживающий, бірақ нақты емделуге ақшам болған жоқ мысалға, иә. И одан кейін менде осы бизнесқа келген кезде сол бір где-то общий енді ана жерде мына жерде бүйтіп жинағанда бір 4-5 миллион теңге менде не болатын, кредит болатын, жабылмай қалған, иә. Сол кредиттерін звондап, анау постоянно ана судебный исполнительдер звондап, кәдімгідей жаным жейтін бар ғой. Сонда мен айтатын, осы тісімді жөндетсем, денсаулығымды ретке келтірсем, осына кредиттен құтылсам, мен арманым вообще осы мен арманым. И сонда сол арманым, енді сол арманыма қол жеткізу үшін айына қанша теңге? Мен бірден 5 миллион таба алмаймын ғой мысалға. Оған мен кәдімгідей саналы адам ретінде миым жетіп тұр, иә. И сосын мен не істеймін мысалға да, 500 мың теңге тапсам, и мен наставнигім осы бизнеске мені үйреткен қыз сұрады да, вот сколько қанша ақша керек, ол орыс қызда, сколько тебе надо заработать денег, чтобы ты вот на все твои хотелки хватило, пока вот осы жылы вот конкретно не керек, мен айтамын, осы жылы мен тісімді емдеткім келеді, өзім женский заболеванияларым бар, аллергиям бар, соны емдеткім келеді, и және де мен жаңағыдай осы кредитімнен құтылғым келеді дедім, иә. Сосын ол маған айтты, міне қарашы, мына жерде в общем қанша ақша керек саған деді. Маркетингті көрсетті, мен айттым, 500 мың теңге тапсам, мен мысалға постепенно кредитімнен де құтылар едім, бір жарым жылдың ішінде. Еще и 500 мың теңге тапсам, мен жаңағы тісімді де істетіп алар едім, емделер едім деп сондай әңгіме болды, иә. И ол маған айтты, все хорошо, білесің ба, 500 мың теңге табыс табатын болсаң, сен жаңағы жұмысыңның бәрін бітіресің, сол арманыңа жетесің, еще и машина аласың деді маған. Потому что именно сол жерде автопрограммаға қатысуға болады деп маған осы нәрсені көрсетті, иә, сол қыз, иә. И маған айтты, давай, енді біз сказкаға келіп отырған жоқпыз, бұл жерде жұмыс жасау керек, бұл жерде компания товар береді, компания саған приложение береді, сайт береді, кәдімгідей сен просто презентовать етіп, осы товарларды айтып, адамдарға жаңағыдай сауда жасап, осы компанияның саудасын жүргізгеніміз үшін компания бізге ақша төлейді деді. Мінекей, саған 5 миллион теңге товарооборот жасау керек деді, иә. 5 миллион теңге товарооборот сен сразу жасамайсың, бірақ постепенно жасап үйренеміз деді. Все, хорошо. Мінекей, иә, мысалы да, сіздерде де тура осындай мысалы да, мен не істедім? Вот айтайықшы мысалға машина дейік, иә, мінекей, 500 мың теңге табыс и машина мысалға да, мінекей, мына жерде. Вот не істеу керек? Машина қалайсыз ба? Ол машина қанша тұрады? Мысалы да, просто сізге қазір старт смарт жасайтын болсақ, вот просто сіздің қалауыңыз машина. Ол мейлі машина болуы мүмкін, ол мейлі бір қымбат үй болуы мүмкін, ол мейлі бір, білмеймін енді, не қалайсыз да, мысалға да, мен алдыңғы бір жылдықта өзімнің жаңағы тісімді жөндеттім, өзім денсаулығыма жаңағыдай көңіл бөлдім, иә, солай майда шүйде ақшаларым соған кетті, и арасында уже 100 мыңдап, 200 мыңдап кредиттерімді төледім, кейін уже 500 мың, 800 мың табысқа шыққан кезде 500 мыңдап беріп кредиттерімді төлеп, кәдімгідей бір жарым жылдың ішінде вообще 0 бүкіл кредитімді жауып, бүкіл аресттен шешіп алдым өзім, мысалға карталарымды, иә, бәрін, иә, и даже загранпаспорт істетіп, мен еще и Турцияға, Стамбулға саяхатқа барып келдім, представляете? И еще и армандаған автомобилімді алдым. Вот қараңыздаршы, мысалы да, сіздер сондай автомобиль алғыларыңыз келеді, иә. Автомобильге жететін жолдың өзінде сіз уже кредиттеріңізді жабасыздар, тістеріңізді емдетесіздер, басқа жерлеріңізді емдетесіздер, иә. Міне қараңыздар, мен лично өзім практик ретінде өзімнің басына болған нәрсені айтатын да сіздерге. Енді қараңыздар. Мысалы, машина айтатын болсақ, иә, міне сен машинаң қанша теңге тұрады, мысалы да, сен машинаны қалай ала аласың, иә, рассрочкаға ала аласың ба, кредитке ала аласың ба? Кейбір адамдар мысалға да рассрочка кредит деген нәрседен қорқады, но бірақтан мен айтар едім, егер де сіз табыс табатын болсаңыз, рассрочка кредиттің өзін саналы түрде алатын болсаңыз, сіз төлей алатындай сондай тұрақты табыс тауып отырған адам болсаңыз, это тоже не страшно, да. Міне, мен мысалға бізде компания міне сіздерге мүмкіншілік беріп жатыр, иә, машина алуға, иә. Сіз мысалға қараңыз, былай есептеуіңізге болады да, мысалы да, міне мен машинаны қалай аламын? Кредитке, рассрочка. Мысалы, мен алатын машинам 10 миллион теңге тұратын болса, иә, мысалға да, міне сіз 10 миллион теңге тұратын машинаны армандап отырсыз, иә. 10 миллион теңгенің бірінші жарнасы 10% болуы мүмкін, 20% болуы мүмкін. Енді 10% деп есептеген өзінде сізде 1 миллион теңге машинаға беру керексіз бірінші жарна, иә. И одан кейін ай сайын ол машинаға 200 мың теңгеден сіз төлейсіз, иә. Вот, иә. Ал күнделікті тұрақты жаңағы сіздің жарататын нәрсеңіз, там киіміңізге, жаңағыдай тамағыңызға, анау-мыныңызға мысалы 300 мың теңге дейік, иә. Сонда 300 плюс 200, сонда сіз 500 мың теңге тұрақты табыс табу керексіз, иә. Машина алу үшін и жаңағыдай қажеттіліктеріңізге жету үшін, иә. Енді оны не істейміз? Сонда 500 мың теңге деген, міне маркетолог сізге сызып беріп отыр. 500 мың теңге, міне профессионал болсаң 500 мың теңге компания ақша төлейді деп, иә.
Енді бизнес профи, бұл жерде даже бизнес профида сіздер 500 мың мен 800 мың теңгенің ортасында уже табысқа шығасыздар. Мен өзім сол рангта отырғанда сондай табыс тапқан болатын. Енді қалай жетуге болады? Мысалы да, вот теперь енді уже осыны талдаймыз. Так, қалай жетеміз енді? Все, машина алатын, мен арманым орындалатын сондай жағдай бар екен. Сондай жағдайды мінекей Сайберен Wellness Сибирская здоровье компаниясы маған беріп тұр. Маркетолог маған мінекей бизнес планды көрсетіп тұр. Мына жерде сен осы нәрсені ала аласың деп айтып тұр. Енді біздің командада осы продукциямен жұмыс жасап, біз товарооборот жасауымыз керекпіз ғой, иә? Енді біз уже айтамыз. Все, хорошо. Мен 1 жылда жасаймын. Не надо сразу келе салып мен миллион алам, келе салып мен осы айда мен машинам қайда, осы айда мен неге тісім жөнделмей жатыр, неге маған миллион түспей жатыр деген әңгіме болмау керек. Сіз әлі мінекей бизнес план құрып, енді ғана бисмиллах деп уже жұмысыңыз бастап жатсыз, иә? Міне, 1 жылға сіз уже жоспар құрасыз. 1 айда не істеймін? Так, мен 1 айда мінекей компаниямен серіктес боламын. Серіктес болу үшін 1100 теңгемен мен сайтқа тіркелемін, және де мен өзіме 26-28 мың теңге, то есть 100 балл өзіме активация жасаймын. Компанияның сізге қоятын шарты тек қана осы. Яғни 30 мың теңгемен сіз бизнес бастайсыз. Енді грубо, иә? Енді қараңыз, одан кейін біздің сабақта уже біз продуктпен жұмыс жасаймыз. Бұл пирамида емес, бұл ешқандай лохотрон емес. Реальный компанияның өзінің производствосы бар. 400-ден аса производствосында 400-ден аса зат шығарады. Сол затты біз презентовать ету керекпіз. Енді ол затты қай жерде біз презентовать етеміз? Клиенттермен жұмыс жасау арқылы, иә? Яғни клиенттермен біз қай жерде араласа аламыз? Жақсы, иә? Ол мінекей біздегі клиентский чат. Міне WhatsApp-та сіздер мысалға неше түрлі группада отырасыздар ғой? Сол сияқты сіз өзіңіздің жеке группаңызды ашасыз, иә? Мінекей, клиентский чатпен жұмыс жасаймыз. Одан кейін адамның бәрі қайда? Адамның бәрі онлайнда, TikTokта отырады, Instagramда отырады. TikTokты бизнес аккаунт қып, TikTokпен жұмыс жасап үйренеміз, Instagramмен жұмыс жасап үйренеміз. Міне, 1 айдың ішінде сіз клиентский чат, TikTok, Instagramды кәдімгідей жақсылап игеріп алып, онлайн кәсіпкерлікке сіз уже өзіңіздің жолыңызды ашып жатсыз, иә? Сіз уже кәдімгідей уже қалай жұмыс жасау керек, қалай продукцияны презентовать ету керек, қалай клиентский чатқа адамды қосу керек, қалай клиентский чатқа адам, мені қосшы, мені кіргізші деп айтатындай жағдай составать ету керек. Мысалға да, осының бәрін үйренесіз. Инстаграмда информация беріп, TikTokта информация беріп, WhatsAppта информация беріп, сіз осыны үйренесіз. Уже онлайн кәсіпкер боласыз, иә? Міне, ең бірінші айда сізге айда уже 50 мың, 100 мың теңге табысқа шығу керек. Ол үшін не істейміз? Біз жаңағылардың бәрін үйреніп алайық. Жарайды, 1 айда сіз өзіңіздің активацияңызды жасадыңыз, продукциямен танысып жатсыз, иә, өзіңізге алған затыңызбен танысып жатсыз, оқып жатсыз, все, хорошо, сонымен ақ шектелейік, иә. 2 айда сіз уже товар айналым жасап үйрену керексіз, иә. Өйткені оқудың бәрін алып оқып отыра бермейсіз ғой. Сіз үйренген нәрсеңізді жасау керексіз ғой. Мысалы, сіз да мұғалім болып оқып отыра бермейсіз ғой. Сіз ол мұғалімдікті, сол білімді алдыңыз, оқыдыңыз, енді оны сіз жұмыс жасамасаңыз, сол біліміңізді елге бермесеңіз, мысалға сізге ақша келмейді ғой, тура сол сияқты бұл жерде үйренген нәрсенің бәрін уже шығарып, сіз уже жұмыс жасайсыз. Алғашқы айда, мінекей, иә, сіз 250 мың теңге товарооборот жасайсыз, БТ 1000 боласыз, сіз уже 50 мың, 100 мың теңге уже табыс табасыз. Еще өзіңіздің продукцияңызды уже тегін аласыз сертификаттармен. Бізде новичоктарға алғашқы 6 айда тегін продукция беріледі. Енді қараңыз, иә? Міне, 260 мың теңге уже сіз жасай аласыз, иә, товар айналым. Оны қалай жасаймын? 260-ты мысалға 1 айға бөліңізші, күнде 9 мың теңгеден келеді. Күнде 9 мың теңгеге, яғни сіз компанияның затын сату керексіз, иә? Ол мысалға қандай зат болуы мүмкін? Ол антипаразитарный программа болуы мүмкін, ол очистка программасы болуы мүмкін, ол иммунный программа болуы мүмкін, ол панкреатиттің программасы, ол жаңағыдай мужской программа, женский программа, балалардың программасы. Бізде өте көп программалар, иә? Вот программалармен жұмыс жасап үйренесіз, иә? Вот сіз енді сіздің мысалға да просто қараңызшы, осы үйде отырып телефонмен істейсіз бәрін, иә? Вот сол 100 мың теңге тауып табыс үйреніңізші, иә? Все, содан кейін сол 100 мың теңге табыс тауып үйренген табысыңызды сіз уже айта бастаңызшы, мен үйде отырып, міне телефонмен 100 мың теңге табыс таптым. Мен өзімнің алғашқы 100 мың теңгемді я до сих пор помню, пирожки пісіріп тұрғам осылай.
как раз жұма болатын ол күнде. Пирожки, қыздар, мен өстіп үйде пирожки пісіріп жүріп, мінекей бала шағам қасында отырып 100 мың теңге таптым, давайте үйренгілерің келе ма, үйретейін деген кезде маған 5 қыз жазды. Мен үйретші деп. Міне соларға дәл өзім қалай үйрендім осы бизнесті, тура солай телефонмен отырып үйреттім. Мысалға да, олар да өзінің 100 мың, 200 мың теңге табысына шықты, менің де табысым өсті. То есть біз компанияға товар оборот жасаған сайын, біз командамыз өскен сайын, біздің табысымыз да өседі мысалға да. Міне сол сияқты қазір 3 жылдың ішінде мен командамда 300 партнер бар мысалға. 3000-нан аса клиент бар мысалға да. Міне 13 мемлекетпен мен жұмыс жасап отырмын қазіргі таңда. Осылай қазақша сөйлеп отырып, осылай футболкамен, шортымен жүріп мысалы да. Ешқандай қиын нәрсе жоқ. Сен өзің 100 мың теңге тауып үйрен. Ол 100 мың теңгені табуды 2 айдың ішінде үйреніп алуға болады. 2 айдың ішінде. Сол уже үйренген опытың бар ғой сен мысалға, көйлек тігіп үйренсең, біреуге берген мына жерге отыр деп, ана көйлекті тігіп үйрете аласың ғой мысалға, Мысалы, сен мысалға жаңағыдай бауырсақ пісіріп үйренсең, біреуге уже айта аласың ғой конкретно. Так, жылы сүтке дрожжбен, қантпен, тұзбен қосып, билейсің, жұмсақ қылып, одан кейін қойып қоясың 2 сағатқа жылы жерге, содан кейін аласың, тағдай бүйтіп бастырасың, одан кейін тағы да 1 сағаттан кейін алып жаясың, майыңды қыздырасың, қысып тұрған майға бауырсақтарын кесіп саласың деп айта аласың ғой уже, Вот тура сол сияқты бұл бизнесті сізде уже 2 айдың ішінде 100 мың теңге тауып үйреніңізші, уже сол опытыңызды уже сіз айта аласыз елге. Соны айту арқылы сіз уже басқа адамдарды привлекать етесіз, понимаете? Солай үйретесіз, болды, дубликация жүреді, болды, все. Поэтому сетевой бизнеста сіз өзіңіз жылдам үйреніп, тез әрекет етіп, өзіңіздің алғашқы ақшаңызды тауып, уже содан кейін уже сол әрекетіңізді басқа адамдарға үйрету арқылы, дубликация арқылы, мынау маркетологтардың сызып берген маркетингі бойынша товар оборотты жасап отырасыз, и сізге компания бере береді. Міне жасадың ба, миллион товар оборот, мә саған 200 мың теңге. Міне жасадың ба, 3 миллион товар оборот, мә саған 500 мың теңге. Міне жасадың ба сен 5 миллион товар оборот, мә саған 800 мың теңге. Мә саған машина, мә саған саяхат, мә саған 5 миллион, мә саған үй, мә саған яхта, мә саған вилла, что хочешь бәрін береді мысалға да. Қиын еш нәрсе жоқ. Еш нәрсені қиындатпаңыздар. Действительно, реально бизнес-план құрып, басыңызды қатырғыңыз келмесе, сетевой бизнесқа келіп, дайын бизнес-планмен, просто дайын біздің обучениемізді алып жұмыс жасаңыздар. Мен командамда кәдімгідей соқырға таяқ соққандай қылып бәрін үйретіп жатырмын қазір. Міне понедельник, міне бүгін жұма, понедельник күні бізде сабақ басталады. Қазірден бастап 1100 теңгемен тіркеліп, 28 мыңға өзіңізге активация жасап, өзіңізге итаки алып жүрген зубный паста, жаңағыдай ыдыс жуатын геліңізді, бетіңізге жағатын креміңізді, духиіңізді, дезодорантыңызды, помадаңызды алып, бизнес бастап кетуге болады. Витаминдер алыңыздар бала шағаларыңызға. Вот қазір как раз вирустың өршіп тұрған кезі, бізде антивирусный мықты керемет витаминдер бар мысалға. Вот соларды мінекей фармакологиялық жаңағыдай несі бар, емдік қасиеті бар, шөптен жасалатын мысалға өнімдердің бәрінің. Вот осындай өнімдерді аласыз, біздің обучениеге қатысасыз. Все, осы алғашқы айда сіз жаңағы мен айтқан клиентский базамен қалай жұмыс жасау керек үйренесіз, келесі айда уже өзіңіздің 100 мың теңгеңізді тауып үйренесіз. Все, одан кейін уже солай бір 5-6 адамға үйретесіз, ары қарай кете береді. Все. Қиын еш нәрсе жоқ. Жұмыс жасай бересіз, 1 жылдан кейін қарасаңыз, компания сізге машина беріп жатыр. 2 жылдан кейін қарасаңыз, компания сізге үй беріп жатыр. 3 жылдан кейін мен сияқты 1,5-2 миллион теңге спокойно тауып 5-6 ай сайын, 6 ай сайын, 1 жыл сайын бізде премиялар беріледі. Мен сияқты 5 миллионда премия алып отырасыздар. Күшті емес па? Күшті, Давайте келіңіздер, жасаңыздар. Менің командамда уже менімен қосқанда уже 7 миллионник уже бар, қаншама қыз-келіншектер бар, жаңағыдай ерекше баласымен, мысалға 300 мың теңге табыстап отырған, қаншама әжекалар бар, мысалға пенсияда немерелеріне қарап отырып 300-400 мың теңге табыстап отырған, миллион тауып отырған, 1,5 миллион тауып отырған, 2 машинадан уже бір Астанадан 3-комнатный квартирадан алып жатқан мен партнерларым бар. Мінекей солардың ортасына сізде келіп қосылыңыз. 24-ші жылы өзіңізге кәдімгідей прорыв жасаңызшы. Басыңызды қатырмайсыз еш нәрсеге. Дайын маркетологтардың берген маркетингіне қарап отырып просто жұмыс жасайсыз болды. Все, давайте осы видеоның астына номерімді қалдырам, хабарласыңыздар. Міндетті түрде өмірлеріңізді өзгертіңіздер. Бәрі сіздердің қолдарыңызда. Осыдан 3 жыл бұрын мен де үйде отырып телефон арқылы осындай Таня деген қыздың видеосын көріп қалып, маған үйретші Таня деп жазғам. Мінекей, қазір 3 жылдан кейін менің өмірім қалай өзгеріп жатыр мысалы. Балаларым
өте жақсы мектепте, платный мектепте оқып жатыр. Өзім бизнес класста тұрып жатырмын. Алам деген нәрсемді алып жатырмын, иә? Барлық қалауларымды жасап жатырмын мысалға да. Так что давайте, қыздар, салоннан джип алдым, саяхаттаймын, мысалға миллиондап табыс табам. Күшті емес па? И ол үшін мен бір жерге барып, қиналып, біреуге тәуелді болып, таңнан кешке дейін отырған жоқпын. Мінекей үйде жүріп осылай жасап отырмын. Давайте, всем пока, жду в команде. Всем.